Қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі сабақта біз Binance'тың ережелерімен танысатын боламыз. Жалпы Binance'тың ережесін бұзбаған дұрыс. Бұзатын болсаңыздар, блокқа кетіп қалуларыңыз мүмкін. Жалпы ол қатты көп те емес, қиын да емес. Бірінші несі ол жалпы ордендерді отмена жасамау. Яғни осы ордендерді отмена жасамасаңыз, сіз 24 сағат блокқа кетпейсіз. Яғни 24 сағат блокқа кетіп қалу мүмкіндігі бар бұл жерде. Орден деп жатқанымыз жаңағыдай сіз сатып алып жатқан кезде сізге арнайы бір бет ашылады. Сол кезде сол орден болып саналады. Яғни ол жерде Binance сіздерді қарап отырады, яғни бақылап отырады. Сіздің ақша жібергеніңізді және де сіз USDT-ді қабылдап алғаныңызды. Негізі ол келесі сабақтарда сіздер оны жасайсыздар уже. Жалпы сондай орденді сіз себепсіз отмена жасай беруге болмайды. Ол сіздің рейтингіңізді түсіреді біріншіден, екіншіден 3 реттен көп жасасаңыз бір күндік 24 сағаттық блокқа кетесіздер. Одан кейін сіздер енді бастап атсыздар, ала бұйыртса ертеңнен бастап сатып алуды бастайсыздар. Сделканы көп жасамау керек. Сделка дегеніміз сіздің сатып алайын деп жатқан былайша айтқанда нәрсеңіз. Сделка. Жалпы мысалға сіз 10 000 теңгеге ертең пример ретінде сатып аласыз. Яғни 10 000 теңгеге Каспиймен сатып алдыңыз, сіз оны резко қайтып сатпауыңыз керек. Сол 10 000 теңгені оны сіз 1 сағат аралығында немесе 2 сағат аралығында сіз қайтып сатуыңыз керек. 2 сағаттан кейін, яғни сіз итог Каспий банкке емес, Халық банкке сатуыңыз керек. Және де сіз 10 000 теңгеңіздің барлығын емес, сіз 10 000 теңге сатып алдыңыз ба, сіз оның бір 7 000 теңгесін Халық банкке сатыңыз. Сол Халық банктен қайтадан 7 000 теңгеге, не болмаса бір 6 000 теңгеге сатып алыңыз. Бір бағаны сатып алып сатуға болмайды ол жерде. 6 000 теңгеге сатып аласыз Халық банктен, оны жусанға қайтадан бір 7-8 мыңға сатасыз. Тура осылай. Бірақ аралары, әрқайсысының арасы сатып алу немесе сатудың арасы, әрқайсысының арасы 1 сағат болу керек, жалпы 1-2 сағат болу керек. Соны естен шығармаңыздар, именно осыны бастап жатқан кезде. Егер сіздер тіркеле салып, сразу 2-3 сделка қатарынан жасайтын болсаңыздар, бір суммада жасайтын болсаңыздар, сіздерді 3 айға немесе 5 жылға блокқа жіберу мүмкін. Binance ол сізді түсінбейді, жаңағыдай сізді жаңадан келіп жатыр екен ғой, или енді бастап жатыр екен ғой деген сияқты оймен сізді қабылдамайды. Ол жерде өзінің нақты бір ережелері бар, соған сай олар сразу блокқа тыға салады. Не үшін бұл жерде блокқа тығады жалпы? Өйткені сіз енді Binance'ға кіре салып, ана жерде ақша айналым жасап жатсыз да, өйткені сіз как мошенник ретінде көрініп қалуыңыз мүмкін. Сізді мошенник деп ойлап қалуы мүмкін да Binance. Біреуді алдап жатыр деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан да сізді сразу блокқа қойып тастайды сондай оймен. Ал сіз өзіңіз сделкаларыңызды жасап, сделкаларыңызды тез жасайтын болсаңыз, Binance сізді көре бастайды. Яғни сделка деген сіз басында жоқ дегенде 20 сделканы тура осылай әрбір сағатта алып сатып осылай жасауыңыз керек. 20 сделкадан 30 сделкадан асқаннан кейін сіз жайлап уже жасай берсеңіз болады. Бірақ бір сумманы алып сатпаңыз. Қараңыз, 10 000 теңге сатып алдыңыз ба, 10 000 теңгені қайтып тағы да тура сондай 10 000 теңгеден 3 рет сатып алуға болмайды. Не болмаса сол 10 000 теңгені сатып алып, қайтадан сол 10 000 теңгені 3 рет сатып жүруге болмайды. Түсініп отырсыз ба? Осындай нәрселерді істемесеңіздер болды, блокқа кетпейсіздер. Және де үшінші нәрсе бар, ол Binance'ды қолданғанда сіз VPN қолданбауыңыз керек. VPN дегенді біреулеріңіз білерсіздер, біреулеріңіз білмеулеріңіз мүмкін. VPN деген ол былайша айтқанда Wi-Fi-ға орнататын нәрсе ғой, былайша айтқанда Wi-Fi-ды тез жылдамдататын нәрсе. Одан да бөлек адресін, жалпы оның мақсаты негізі адресін басқа жақта, сіздің ID адресіңізді басқа жақта көрсете алатын нәрсе. Жалпы айтқанда, ол VPN арқылы жалпы хакерлер болмаса басқа да жаңағыдай программистер сіздің жаңағыдай Binance'ты бұзу мүмкіндігі пайда болуы мүмкін да сол VPN арқылы. Сондықтан да сіз Binance'ты қолдана отырып VPN-ді қолдансаңыз, Binance сол автоматты түрде сол минутта сізді блокқа қояды, 24 сағат блокқа қояды, басында бір рет ескертіп, екінші рет уже 1 айға ма қояды, одан кейін уже сізді постоянныйға блокқа қойып тастауы мүмкін. Сіз өмір бақи аша алмай қалуыңыз мүмкін. Не болмаса бір 5 жылға қойып тастауы мүмкін. Олар өздері шешеді. Сондықтан да VPN қолдануға болмайды. VPN деген приложение ол жалпы.
соны қолдануға болмайды. Оны қолданбасаңыздар дұрыс болады. Егер оны қолданатын болсаңыздар, сіздер Binance-ты өшіріп барып қолдансаңыздар болады, егер басқа да бір нәрсеге керек болатын болса. Жалпы одан басқа техподдержкаға жазу, техподдержкаға жазғанда қалай? Мысалға, ана жердегі болып жатқан ситуацияларға өзіңізге бір идея келсе, соны техподдержкаға жазу. Саламатсыз ба, осындай былай істесем қалай болады, мен P2P-ді жаңадан бастаушымын, мен қалай істесем болады деген сияқты сондай күшті сұрақтар қойсаңыз болады. Или болмаса сіз былай сұрақ қойсаңыз болады: мен қазір сатып алайын деп жатырмын, маған ақша аудармай қоюы мүмкін ба деген сияқты неше түрлі сондай сұрақтар бар. Негізі жалпы ол сіздің техподдержкамен сөйлесу деңгейіңіз былайша айтқанда өседі. Яғни сізде қандай да бір проблема болатын болса алдағы уақытта, сіз сразу техподдержкаға жазуды әдетке айналдырып аласыз. Яғни қандай да бір проблема болса, сол техподдержка арқылы тез. Негізі основной проблемалар техподдержка арқылы шешіледі. Техподдержкаға орысша жазсаңыз болады, ағылшынша жазсаңыз болады, қазақша жазсаңыз да қазақша жауап береді. Қазіргі таңда қазақша жұмыс жасап тұр. Сондықтан да уайымдамай жаза берсеңіздер болады. Жалпы осы ережелерді алдағы уақытта ұмытып кетпей, ең бастысы басында басталған кезде осы ережелерді сақтауды ұмытып кетпеңіздер. Және де техподдержканы да ұмытпаңыздар. Сәл кішкене қандай да бір проблема болды ма, техподдержкаға жазуды әдетке айналдырып алыңыздар. Техподдержкадан сұрай беріңіздер. Сол жақтан өте көптеген информация аласыздар. Әрине бізде жауап береміз, бізден де бөлек сіздер сол жақтан сұрасаңыздар өте. Каждый өзгеріс, мысалға, біз бүгін болған өзгерісті біз білмейміз, бірақ техподдержка біледі. Мысалға, сіз былайша айтқанда бізден емес, прямой да ала аласыз да, былайша айтқанда. Сондықтан да техподдержкаға да жазуды өздеріңіз үшін әдетке айналдырып алыңыздар. Ол алдағы уақытта көптеген жұмыстар жасайсыз. Ол не только P2P, одан да басқа сфераларда сіз сұрап, сол жерде қалай жасауға болады, ол жерде толығымен көмектеседі, былайша айтқанда. Бүгінгі сабақ жалпы осы жайлы. Сау болыңыздар, келесі сабақта уже USDT-ді алып сатуды үйренетін боласыздар. Жақсы.